This could be good for me. Lately I was feeling like Сәлем достар, сіздерді 5-ші сабақта көргеніме қуаныштымын. Видеоның соңына дейін көріп, менімен тағы да бір тоқу әдісін меңгеріңіздер. Бүгін өте маңызды сабақ. Біз кардиган, джемпер, носки, сумка, жалпы кез келген нәрсені тоқығанда қолданамыз. Яғни ең жиі қолданылатын әдістердің бірі. Яғни жұмысқа ілмек қосуды үйренеміз. Мен мысал ретінде міне жұмыс дайындап қойдым. Мұнда мен столбик снакидым қосып тоқыдым. Яғни бірінші 4 столбиктен бастадым. 4, 6, 8, 10 столбик жасап шығаруды үйренеміз. Ең бірінші жұмысты бұрып аламыз. Одан кейін 2 көтерме ілмек аламыз. 1, 2. Одан кейін бірінші столбик снакидым тоқимыз. Бірінші столбиктің үстінен. Үшінші сабақта айтып өттім мен. Бірінші столбик снакидым тоқып аламыз. Одан кейін бір ілмектен 2 столбик снакидым аламыз. Міне, бірінші ілмек. Екіншісін тура осы ілмектен тоқыдық. Яғни көріп өтсіздер ғой. Біріншісін алдық, бір ілмектен. Келесі бірінші столбиктен бірінші столбикті шығардық. Келесі столбиктен біз 2 столбик снакидымды, яғни бір жерден тоқып тұрмыз. Одан кейін қатар келесісін бір-бірден тоқимыз. Соңғы 2 столбикке дейін. Барлығын бір-бірден тоқимыз. Соңғы 2 столбик қалды. Соңғы столбиктің алдындағы столбиктің үстінен тағы да 2 столбик снакидым бір жерден алып тоқимыз. Көріп тұрсыздар ғой, 2 столбик снакидым бір жерден алынды. Енді келесі соңғысын бір столбик снакидым тоқимыз. Яғни біз мына жерде 10 столбиктен біз мына жерде 12 столбик жасап шығардық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбик жасап шығардық. Осылай ілмек қосуды жалғастыра береміз. Яғни әр қатарға өткен сайын бұрып алып, жұмысты 2 ілмек аламыз. Одан кейін бірінші столбикке міндетті түрде накид алып, яғни міндетті түрде тек бір столбик снакиді тоқимыз. Ал екінші столбиктің үстінен, яғни бір жерден 2 столбик снакидым аламыз. Тура осылай алдыңғы қатарды көрсеткенде қайталап өтеміз. Яғни соңғы 2 столбикке дейін тоқимыз да, соңғы столбиктің алдыңғы столбигінен, яғни бір жерден 2 столбик снакидым аламыз. Сосын соңғы столбик снакидым бір тоқимыз. Тура осылай қанша қатар керек, мысалға. Осылайынан біз ілмек қосып жалғастырамыз. Енді столбик без накида кезінде де тура осылай тоқимыз. Яғни жаңағы жолмен ілмек қосамыз. Менде екінші сабақта тоқыған 2 қатар столбик без накида тұр. Енді жұмысты бұрып аламыз. Тағы бір көтерме ілмек аламыз. Бірінші ілмектен крючокты енгізіп, жұмысқа іліп алып, яғни бірінші ілмектен біз 1 столбик без накида аламыз. Тура жаңағыдай екінші ілмектен бір жерден 2 столбик без накида аламыз. Бір жерден алынды екеуі. Сосын қалған ілмектерден 1 столбик без накида алып шығамыз да, соңғы 2 ілмекке дейін.
Бізде соңғы екі ілмек, яғни соңғы ілмектің алдындағы ілмекке бір жерден тағы столбик без накида аламыз. Екі столбик без накида бір ілмектен. Осылайынан. Сосын соңғы столбиктен бір столбик аламыз. Мына жерде 10 столбик бізде без накида болды, мына жерде 12 столбик без накида болып шықты. Үшінші қатарда. Тура осындай жолмен қанша ілмек қосу керек, сонша біз ілмекті қосатын боламыз. Рахмет достар, менімен бірге болып, осылай үйреніп жатқандарыңыз үшін сабақ пайдалы болады деген ниеттемін. Көріскенше күн жақсы, амандықта болайық.